Қалайсыңдар достар, мен Мико Геймс. Бүгін бізде Майнкрафттың 4 құпиясын айтатын боламыз. Сіздер білмейтін. Мен бірінші қазір түн батып кетті, бірінші ұйықтап алайын достар. Кровать таппай жатырмын. Достар, қазір ұйықтап алайын. Таңертең видеоға кірісетін боламыз. Ал сіздер мен ұйықтап болғанша арнама тіркеліп 200-ге аз қалды достар, жеткізіп тастайық. Енді міне видеоға ораламыз. Бірінші құпия міне. Надо төсекті лақтыра салайық достар, керек жоқ пока что. Ой, қазір лақтыра салайық. Лақтырдық, енді бізге қар и не керек болады? Осы бас. Осылай аққала бәріміз қалай жасауды білеміз. И осы аққалада қараңыздар достар. Басып тұрсақ, кәдімгі шын аққалаға айналады достар, қараңыздар. Бұны білсеңіз лайк басыңыз, ал білмесеңіз видеоның аяғына дейін көріңіз. Давайте достар. Бірінші құпия осымен ашылды. Енді бұл по-любому нелерге атқан кезде ол өлмейді, жануарларға атқан кезде. Зомби дегендерге атқан кезде ол өлмейді. Бірінші құпия ашылды. Мынаның бәрін қойып тастайық. Бірінші құпиямыз осы. Енді достар, білсеңіз лайк басыңыз. Енді екінші құпия міне. Мынаны қалай қолданатынын ешкім білмейтін шығар. Көбісі білмейді. Мен де білмеймін бұны. Үшінші құпияға кеттік. Надо бесконечный источник булыжника қалай жасайтынын білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Осыны қазір үйрететін боламын сіздерге. Ең бірінші, оны жасау үшін ол выживанияда қатты керек болады. Мынаны бір кесеміз. И ортасынан осылай қоямыз. Мынаны алып тастай салайық. Осылай қоямыз. Ұзын жағына су. Мына жағына нені қоямыз? Жоқ, бұлай емес. Бұл не болып кетті? Наоборот достар, мына жағына не? Мына жағына су, мына жағына лава қоямыз. Не, өйстіп алып отырамыз, мына жерді кесіп қойсақ болады. Мынандай ағаш қойса өртеніп кетеді. Алып отырамыз осылай выживанияда. И алып отырамыз, осылай пайда бола береді достар. Өртенді, бәрі кетті. Енді мына электрон. Қирадым ма? Жарайды, электронныйды басынан көрсетемін сіздерге. Электронный зат жасауды мына жақта үйретемін сізге. Енді бізге мынау керек болады достар. Мынаны алыңыз. Бұл керек болады. Мынаны алыңыз и сосын достар, сіздерді деген мынандай красный факел алуларыңыз керек. И мынандай, конечно, вагон аласыздар. Ал вагон мынандай қиылыстар да керек болады. Мынау просто не. И мынандай біреуіне мынандай, одан мынандай қоясыз. Сосын біреуіне мынандай, біреуіне мынандай. Сосын тағы біреуіне мынандай. Мынандай неге қойсаңыз жақсы болады достар. Біреуіне мынандай. Сосын барып достар, сіздер деген мынандай қойсыздар, мынандай қойсыздар, мынандай қойсыздар. И мына жерге келмес сияқты. Енді сіздер мынандай қоясыздар, мынандай. Мынандай емес. Мынандай қоясыздар. И, конечно, мынандай қоясыздар. Енді красный факелді мынандай жерлерге қоясыздар. Мынандай жанына. Сары вагондардың жанына қоясыздар. И өзімен өзі кете береді, көрдіңіздер ме достар? Достар, осы 4 ақпарат сіздерге пайдалы болған шығар. Пайдалы болған болса, лайк басып мен арнама тіркеліп 200-ге дейін жеткізіп тастайық достар. 200-ге аз қалды, мен сіздерге сенемін. Давайте. Қош сау болыңдар достар.